Саламатсың қазақ. Адам қартаяды, не қартаймай тұрып өмірден озады. Оны біз өлімнің сәті дейміз. Өлімнің сәті бар дедім. Сол сәт қазақтың тәңірлік дүниетаным бойынша екі жағдайда ескертіліп жасалынады дейді. Айтып келіп жасалынатын өлімнің сәті бар дейді. Айтпай келіп жасалынатын өлімнің сәті бар дейді. Айтып келетін өлімнің сәтіне дейді. Ақ өлім, әнсет өлім, доңыз өлім, ит өлім жатады дейді. Айтпай келетін өлімнің сәтіне дейді. Ажал мен тажал жатады дейді. Ақ өлім сәтінде адам не оң қолымен, не сол қолымен көкейін басып, ұйықтап жатқан адам секілді өмірден озып кетеді. Әнсет өлім сәтінде адам ұйықтап кетеді. Отырған жерінде ұйықтап кетеді. Сондай әдемі болып. Осы айтып келетін, осы өлімнің сәттері өткеннен кейін, жаңағы өмірден озған адамдардың артындағы ұрпақтары кенеттен жақсылықтан жақсылыққа жетіп дүркіреп жүріп береді дейді. Доңыз өлім сәтінде, ит өлім сәтінде адамның көздері ашық қалады, денелері жыртылып кетеді, аяқ қолдары тартылып қалады. Оны білетін адамдар ұқалап отырып кешірім сұраған. Дүние қоңыз еді мына кісі. Адамдардың барлығын жамандап жүруші еді. Көрсе қызарлықпен өмір сүріп еді. Мынаның тұқымдарында бәленбайдың тұзы жеңіл еді. Мынаның бәрін алып кетем деп жатыр. Ана тұз жеңілдер, сақ жүріңдер деп ескерткен. Айтпай келетін өлімнің ажал мен тажал деген сәтінде жамандық басталады. Ажал кезінде жеке адамның басына келеді. Ажал. Кез келгенен сылтауменен әруақ өзі жасаған 300 триллиард келетқанын семдіреді дағыны, сыртқа шығып кетеді. Қазіргі осы өмірге келгендегі артында қалған ұрпағы түгелімен сансырап қалады. Жұмыстары жүрмей қалады. Кедергіден кездергі басталады. Ал енді тажал келген сәтте адамның жекесінің басына келмейді, жанұясына түгел келеді. Өлімнен өлім, жітімнен жітім басталып кетеді. Мал, балашаға түгелімен шашылып кетеді. Қора-қопсығың түгелімен өртенсе де жоқ болып кетеді. Қазақ ажал мен тажалдан қатты қорқады. Неге десең білген, баласының істеп атқан әрекеті, немесе әке-шешесінің істеп атқан әрекеті күндердің күнінде бүткіл жанұяны жоқ қылатын, бүткіл дәулетін жоқ қылатын білген. Сен құлсың, кейде ажалды да тажалды көрмей 90-ға келіп өмірден өтесің. Сен қалай өмірден кете салысымен бытыштың шығарып жібереді. Сенің сұмырайдың көзінің алдында алғашқы белгілерін білдіреді. Балашағың әртүрлі ауру кесел дертпенен, әртүрлі қастандықпенен өмір сүріп, өзінің болмысының шірейтіндігін білдіріп жатады. Мән бермей, сол алған бетіңнен қайтпай, ұлтыңа қастандық жасап, еліңе қастандық жасап, жұртыңа қастандық жасап, жанұяңа қастандық жасап, мен бәрін білемін деген өзің мініп алған есектің үстінен түспей қойсаң, күндердің күнінде сені жасаған әруақ деген зат ешкімнен рұқсат сұрамастан жоқ қылып жібереді. Неге десең, әруақ жатырдың ішінде жатқанда керемет адам болады деп жасаған болады. Саған сенген болады. Сенімін ақтамасаң, артыңда еш нәрсе қалдырмайды. Тұздай құртады. Суға еріп кеткен. Есіңде жүрсін. Менің айтып отырған бұл біздің даламызға келген жолдарға, бағыттарға тән ба не? Бұл еркін ойландыратын, еркін емес тұңғиыққа түсіріп жіберіп ойландыратын қазақы дүниетанымдық түсінік. Еркін болам деген қиялыңды доғарыңдар. Еркіндік жоқ. Аттаған адамыңды бағып отырған өзің ішінде әруақ деген бір клетка бар. Сен соның заңдылықтарына бағынып, мына табиғаттың заңдылықтарына бағынып өмір сүріп жататын болсаң, жолдыңа жүргім шашады. Егер заңдылықтарын орындамасаң, жолыңа алдыңнан да артыңнан да тұз шашады. Құрып кет деп. Бүгін барсың, ертең жол жасайды. Өлімнің сәті болған кезде хабаршылар жібереді. Алыс жақын ағайынға түгел ескертіледі. Көңіл айтып адамдар келе бастайды. Жоқтаулар айтылады. Сол уақытта қазақтың тәңірлік дүниетаным бойынша ағайын туыстары жиналып, өмірден озған адамның ұлтының алдында, елінің алдында, жұртының алдында, өзінің жанұясының алдында қарызы мен парызы өтелді ме деген сұрақ жүргізілген. Егер ажырасып кеткен әйелдер болатын болса, не өмірін өксіткен адамдар бар болатын болса,
сол күні келіп жаназасын шығартқызбаймыз деген қазақтың тәңірлік дүниетанымында қатаң заң болған. Жаназасын шығартпаймыз. Біздің алдымыздағы өтесін өтемеді. Біздің алдымызда қарыздар ол, біздің алдымызда парыздар ол. Жақсылық жасаған жоқ деп ертең жаназада жаназасын шығартқызбаймын деген. Сол уақытта жаңағы жиналған ағайын туыстары ертеңіне дау болып кетпес үшін жаңа айтылып отырған қарыздың, өтенің, ажырасып кеткен әйелінің басына түскен қиыншылықтың барлық ауыртпалығын пұлмен, малмен өтеуге тырысқан. Демек өмірден азған адамның иттігін ақтап алуға тырысқан. Кейбіреулер ақталынып алынған, кейбіреулер ақталынып алынбаған. Сондықтан өсіп ер жетіп келген баласына қазақ жас кезінен бастап тәліммен тәрбие берген кезде жамандық жасама, озбыр болма, жақсыдан бол, тектіден бол деп өсиет айтып, тәлім беріп, тәрбие берген. Ол айтылған тәлім мен тәрбиені орындайтындар да болған, орындамайтындар да болған. Жақсы адамдар өмірден озған кезде сол уақыттың ақындары, жыраулары, күйшілері дүркіретіп күй шығарған, керемет жоқтаулар айтылған, жаназаға бергісіз жоқтаулар айтылған, жанұясы айтқан, жора жолдастар айтқан, халық күңіреніп тұрған жақсының өмірден озғанына тезірек қайтып ұрпағынан туын қалап тұрған. Кейде жаназа сұралынып алынған, кейде жаназа шықпай қалған. Сұралынып алған жаназа шықпай қалғаныңда бүткіл тарихи оқиғалары шежіреге жазылған, ұрпақтан ұрпаққа кеткен, өтесі өтеліп, құны төленіп біткенге дейін сол ел, сол ру, сол ата баласы кінәға батып, мойында үлкен өтелмеген қарыз бар, қанынан жаман ұрпақ туған өмір бойы көгөкіздей болып арқалап өткен. Жаназа сұралып алғандардың көбісі сағанаға қойылған, молаға, бейітке, қорғанға қойылмаған. Сағана деген болған, ұжымдық жерленген. Барлық кінәсі, барлық парызы мен қарызы өтеліп біткен кезде Тәңірінің арқаттарынан, абыздарынан, молаларынан рұқсат сұрап отырып сүйегін жерге берген. Оған дайын жаңағы үңгірдің ішінде жатқан. Жаназа шығарылмай қалған жаңағы сорлылардың сүйегі обаға тасталған. Оның кінәсін, оның қарызы мен парызын жуып орнына келтіру қиын болған. Сол елдің, сол рудың, сол ата баласының мойнына бәленбай жақсы ұрпақ туғанға дейін оның кінәсі кешірілмеген. Құдандалыққа түскенде бетке басылған. Олардың қандарынан осындай жаназасыз өмірден озған адам өткен деп. Біздің бүгінгі кездегі, қазіргі болып жатқан кездегі қазақтың жаназа дізілсе қаздай дізіліп тұра қалатыны сол уақыттан қалған құрмет, сол уақыттан қалған қорқыныш. Біздің тәңірлік дүние танымынан қандардың безіп кетіп исламды қабылдағаны сол. Жауызсың, ұлтыңды, еліңді, жұртыңды қанға бөктіргесің, күнәң кешіріле салынады. Қазақтың тәңірлік дүние таным бойынша күнә ешқашан кешірілмейді. Егер арамдықпенен жерленіп, зорлап отырып қысым жасап жерленетін болса, көрлер ашылған. Көрлер ашылып, жаңағы иттікпенен өмір сүріп, жасырын жерленіп кеткендердің сүйегі далада қалған. Қорқынышты ма? Біздің дүниетанымыз ешкімдікіне ұқсамайды. Сондықтан қазақ даласында тәртіптің мықтылығы сондай болғандығы сондай. Сағаналар жоққа тән, обалар тіптен жоқ. Неге десең, қазақ қанымен туған азамат пен азаматша, ұлтының алдында қарызын өтеген, парызын өтеген, пәк адамдық биіктікке болған адамдар. Ең нашары кісілікке құлап барып, адамдыққа көтерілгендер. Бір ғана тәлімдік сөз айтқаннан кейін, бір ғана тәрбиелік сөз айтқандықтан, қазақтың ұлы заңдылығын бұзғанын есіне түсірген кезде есін жиып алып, өзінің ұлттық дүниетанымын оралып, соның заңын орындағандар. Ал жаназаға рұқсат берілерде қарызы мен парызы оралған болатын болса, қидым айталған болатын болса, қазақтың тәңірлік дүниетанымының ұлы жаназашылары, молдалары, арқаттары, манақтары, абыздары шығып, заңдылыққа толы жаназаны шығарған. Өмірден озған қазақтың басында
қазақ азаматы тұрып жаназасын қазақ тілінде шығарған. Көркем сөздермен, заңдылықтарға толы сөздермен жанғазы салған. Жан деп отырған денедегі температура 36,6 градус температура. Әлемнің золотой сечениесі деген заңдылық бар. Демек, біздің температурамызда белгілі бір заңдылықтарға бағынатын болатын болса, біздің ДНК-мыздың да ұзындығы дәл сондай заңдылықтан тұратын болатын болса, сенің жаназаның тіркесі, сөздерінің тіркесі дәл жаңағы заңдылықты дәлелдейтін жағдайда тұру керек. Ең құрмасы жаңағы ұзынан сөйленетін сөйлемнің ішінде бір сөздің құрылымы сол заңдылықтан тұру керек. Жаназаны қалай болса солай ешкім шығармайды. Молдалар шығарған, жаназашы болған. Молда деген көбейт деген сөз, ол имам емес. Өмірден озған адамның басында ас-сәләт жасайтын имам емес ол. Молда деген жаңағы өлшемді жақсы білетін адам. Сондықтан менің ақиқат кітабымда құпия ретінде ол келтірілген. Жаназа Құран тұр, тағзым Құран тұр, бағыштау Құран тұр, бәйттің формалары тұр, қалай жасалынатыны. Шетінеп кеткен балаға қалай айтылу керек екені түгелімен тұр. Түсік болып қалған жалқы қанға қалай жасалынатыны түгелімен тұр. Бірақ оның ішінде белгілі бір сөздің заңдылығы бар. Демек ол заңдылықпен жасалынбай қалған дүниенің барлығы жаназа болып есептелінбейді. Керек болса біздің айтып отырған бата тілек лебіз ықыласымыздың ішінде де ол заңдылық болу керек. Құр сөйлей салу бар. Кейде айтып отырған сөздердің негізін мына жерде түйіп отырып, сол заңдылықтарға бағыттап отырып айтуға тиіссің. Оның үстіне бұрын қазақ сөздің ішінде қандай құрылымды жіберетінін білейін. Кішкентай шет жағасын айтайын. Кейбір сөздер оңмен солға оқылу керек. Қазақтың қасиетті жүйесінде, тәңірлік діні ілімінде адамды жерлеу рәсімі, ол құдіретті де қасиетті деп есептеген. Қазақтың қадірлі де қасиетті денесін мүрдеге айландырып жерге берген. Содан кейін рәсімдерді одан ары қарай жалғастырған. Сондықтан қазақтың дүние танымында 3-і, 7-сі, 40-ы, 100-і, асы, 3 жыл шек қою деген бар. Біз 3-і деген сөзді ойлаймыз, немесе 40-ы деген сөзді ойлаймыз, ол 40 күннен кейін, 3 күннен кейін жасалынады, немесе 7-сі дегенді. 3-і деп отыр, бірдеңенің 3-і. Астерио. 3 күннің ішінде не оқиға болды? Бұрын айналасындағы ағайын, туғандарын, туыстарының барлығын жағдайларын сұрап отырған. Не болып кетті? Бүгін 3-і болып қалды. Бірдеңенің 3-ін көрінді ме, көрінбеді ме деп. 7-нан беріп Құдай малын сойып жіберіп, ағайындарын шақырып, 3-ін өткізіп жіберген. Қазір бәрін бірге өткізе салады. Ол 3-і жамбасы жерге тигеннен кейін басталынады. Артында қалған әлемді шашып кетті ме, мынау шашпай кетті ме деп. Анау 7-сі жетті ме, жетпеді ме? Әруақтар әлеміне жетті ме, жетпеді ме? Ақтың ішіне кіре алды ма, кіре алмай сыртта қалды ма, қаңғып. 40-ы деп отыр. Ойбай, мынандай оқиға барса 40-қан. 40-шы күн деп отырған жоқ. 40-ы, 100-і, лик. Егер таза ақ өлім әнсет өлімменен кеткен адамдар ол бірден жақсылыққа кетеді. Ал ана доңыз өліммен ит өлім не қып жіберді? Шашып жіберді ма деймін. Осын бақ қоя тұрсың ба? Бұл не? Ислам ба не? 100-нен кейін 100-і көрініп, әруақ ретінде, кие ретінде көрінген кезде қазақ ас берген. Жылқының құйрық жалын күзеп қойып, ақ сарбас адап, ұланға той жасаған, ас берілетін адамға жіберілген ақ сарбас малын барымташылар алмаған, ұрылар алмаған, қарғыс атады деп есептеген. Асы берілгеннен кейін 3 жыл шек қойған. Енді сені сағынбаймыз, ұрпағынан қайтадан ту деп. Сөздердің айтылатын құрылымы, бәйіттердің айтатын құрылымы бөлекше болған. Сол бір жалыну, жалбарыну, өтініп сұрау құрылымын жазып беру үшін сол заманның, көне заманның ақындары, жыраулары, дана кемеңгер ақсақалдары, сөзге шешен азаматтары жаңағы бәйіттің құрылымын ақылдасып кеңесіп отырып, саралап отырып әр сөзді түсіріп жазып берген. Қасиетті адамдар жұмыс жасаған. Бұл жерде айта кететін бір сөз былай. Менің айтып жүргенім қазақ білген дүние таным деп айтып жүрмін. Оғасың ба?
Егер сен қазақтың баласы болатын болсаң, қазақта дүниетаным жоқ дегеннен аулақ жүр. Сондықтан ауыз деген бар, бағып сөйлеу керек. Ой деген бар, ойдың ішінде тұрған заттарды нақты білмейтін болатын болсаң, микробтан да жаман. Дәлелі жоқ болатын болса, микробтан да жаман. Сау болыңдар.